Жеті үйір жылқыны жалғыз баққан бойжеткен Жамбыл ауданында тұратын Асыл Ахметова 12 жасынан бері аттан түспей мал бағып келеді. Кейінгі кездері ауылдың шынайы өмірін бейнелеген жылқышы қыздың жазбалары көпшілік қызығушылығын арттыра түсті. Сәйгүлік жаратып бәйгеге шапқан бойжеткенге сүйсінген шетелдіктер аққайыңдар өлкесіне келуді армандайды. Жаз болса жарқыраған көлдің бет аяу. Үйір жылқыны алдына салған Асылдың күнделікті тірлігі осы. Жастайынан құлғүйрықты жануардың бабын тапқан бойжеткен қаланы тастап ауылға келгеніне еш өкінбейді. Ауылда 7 үйір жылқы бар. Асыл қысы жазы соның барлығын жалғыз өзі баға береді. Аттың құлағында еркін ойнайтын бойжеткен бәйгелерге де қатысып жүр. Асыл информатика пәнінің мұғалімі, жұмыстан тыс уақытта жылқы бағып, бие байлайды. Қолы қалт етсе ұлттық дәстүр, туған ауылы жайлы бейнероликтер түсіреді. Мақсаты қазақтың дәстүр салтын дәріптеу. Екі атым бар, бұның аты Залетный, екіншісі Джунгли. Бұл менің негізі бәйгеге шабатын атым. Кішкентай кезімнен бастап жылқыға деген бір ерекше махаббат оянды деп айтса болады. Өзім ылғи қастарында жүргім келеді. Бір байланыс болып тұрады арамызда. Қыстың үскірік аязы мен жаздың аптапыстығында мал бағу оңай шаруа емес. Дегенмен жылқы малының қадірі қасиетін танып өскен Асыл бұл кедергілерді оңай еңсеріп келеді. Асыл үшін үйірдегі әр жылқының орны бөлек, әр қайсының мінезін біледі. Себебі құлын кезінен баптаған. Түсірілім кезінде 2 бие құлындап, 7 үйір жылқының қатары тағы көбейді. Кішкентай кезінен жылқы баласын жақсы көреді. 5 жасынан бастап атқа отырғыздық, өзіммен бірге. 12 жасынан бастап өзі жалғыз өзі самостоятельно бағатын болды жылқыны. Содан бері мінекей жанында көмекші ретінде. Жаз оқып жүрген каникулда келетін, мінекей қазір биылда мінекей жанымызда. Даланың төсінде еркін тыныстаған Асылдың жаны жасандылықты сүймейді. Өзге қыздар сынды опадалап, әшекей бойым жылтыраққа қызықпайды. Бастапқыда анасы ерке өскен қызының ер азаматтың жұмысы деп құрық ұстауына қарсы болыпты. Әкесіне тартқан, болмай жылқы деп, барам деп. Сосын енді баланың көңілі қалағасын жарайды. Оқудан келгенде, жол жүріп келгенде жылқыны сұрайды сразу. Үйге кірмесе де сол жылқыға барады бірінші. Асыл болашақта ауылды дамытып, ұлттық дәстүрді насихаттау үшін туристік орталық ашқысы келеді. Сондай-ақ жылқышы қыз желмен жарысқан сәйгүліктерімен бірге тарихи киноға түсуді де армандайды.